Сәлем достар, Айнұрдың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қазіргі уақытта хит болған алатау салатын дайындайтын боламын. Кез келген дастарханымыздың сәнін келтіріп тұратын ерекше салат, дәмі өте керемет болып шығады және оңай дайындалады. Менімен бірге болып дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен салатқа керек азық-түлікті дайындап аламыз. Ол үшін бізге қызанақ, чечил, яғни ысталған ірімшік, аңшы шұжығы, корнишон немесе тұздалған қияр, ірімшік, кез келген ірімшікті қолдана беруге болады, және салат жапырағы керек болады. Алдымен чечилді салқын сумен жуып алып, арасын осылай қолымызбен жіңішке етіп бір-бірінен ажыратып аламыз. Міне осылай жасап алдық, соңынан салаттың бетіне қоятын боламыз. Енді шұжығымызды тураймыз. Осылай екіге бөліп, одан кейін қиғашынан ұсақтап тураймыз. Дайындап қойған бос ыдысымызға сала береміз. Корнишон қиярым үлкендеу болған соң, оны да осылай қиғашынан ұсақтап турап алдым. Салат жапырағын майдалап жібермей, ірі қылып тураймыз. Қызанақты ірілеу қып, жарты дөңгелек етіп турап аламыз. Чечилдің азғантай бөлігін осылай ұсақтап турап алып, салатқа қосып жібереміз. Рецептің толық құрамы мен мөлшерін сипаттама бөлімінен таба аласыздар. Яғни видеоның астыңғы жағында описание бөлімінде жазып қойдым. Енді ірімшікті алып, бірінші 4 бұрыштап турап алып, одан кейін оны қиғашынан бөліп 3 бұрыштап тураймыз. Енді соусын дайындау үшін 2 ас қасық майонез салып, оның үстіне 2 ас қасық қаймақ және аскөкті ұсақтап турап алып саламыз. Чеснокты да ұсақтап турап саламыз. Соңынан ащы қызыл бұрышты қосып, барлығын жақсылап араластырып алып, туралған көкөністердің үстіне салып араластырамыз. Енді дайын болған салатымызды ыдысқа, яғни тарелкаға салып аламыз. Бетіне чечилді қойып шығамыз, тауқсатып. Меніңше алатау салаты де осы чечилді көкөністердің бетіне тауға ұқсатып қойған соң, солай аталып кеткен сияқты. Шынымен атына заты сай болып тауға ұқсап қалды. Мінекей алатау салатымыз дайын. Сіздерге ас болсын. Дәмі де өте керемет, ысталған аңшы шұжығы мен чечилдің дәмі бірге жақсы үйлеседі. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Және алда шығатын видео рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Поделиться белгісін басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Назарларыңызға рахмет. Барлығыңызға сәттілік.